Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өзбек ұлтының тағамы маш хурда деп аталатын сорпа жасаймыз. Кей жерлерде бұны маш сорпа, маш көже деп те айтып жатады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Себебі тойымды, пайдалы әрі дәмді болып шығады. Бізге қажет заттар күріш, маш, сәбіз, пияз, картоп, қызанақ және ет. Мен қой қабырғасын қолданғым келіп тұр. Сіздер өз қалауларыңызша қалаған етті пайдалансаңыздар болады. Алдымен керек заттарымызды турап аламыз. Сәбізді кішірек және қалған картоп, қызанағымызды орташа кубик қылып тураймыз. Қазанға май құйып қыздырамыз. Ет салып қызарғанша қуырып, үстінен пияз, сәбіз, қызанақты салып 2-3 минуттай қуырып, үстінен су құямыз. Сорпамыз қайнап шыққанша бөлек ыдыста машты қайнатып алыңыздар. Өзінің бір қоңыр түсі болады. Соны қайнатып төгіп тастасаңыздар, сорпаларыңыз қоңыр түсті болып кетпейді. Қайнап шыққан сорпаның көбігін алып, үстіне маш, картопты салып, орташа отта 40 минут қайнатамыз. Сорпа қайнаған соң міндетті түрде дәмін көріңіздер. Менде етім жақсы тұздалғандықтан тұзды аз қостым. Сосын үстіне жуылған күрішті салып, күріш піскенше 15 минуттай қайнатамыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Жансұлу. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.